саламатсызбы, насылдым, жандарым сол, қалайсыздар? Кеше айтып едім, амал саламыз деп. Төрт жұртқа шырақ жағам. Айналайын өз жұртым, ардақты тай жұртым. Пікірлерге жазып кетем, ары қарай не істеу керегін. Ақша салам, көмек, рахмет, алғыс салам, бірдеме, рахметім бірдеме дейтіндер номер қалдырып кетем. Ақша жоқтарға игі іс жасаңыздар. Аң құсқа тамақ алып беріңіздер, біреулерге қайыр сұрап, тиынмен емес тамақ, нан алып беріңіздер. Пельмен ба, бір тамақ жаңағыдай үйіне апарып пісіріп жесін. Ух ты, не ол? Біреу жақын арада ішкен екен. Енді арам ойлайтындар, жаман ойлайтындар. Мен қазір ұлы күштердің бәрін шақырдым. Бағдарлама мынандай, жол ашу. Бұл жерде бәрін оқыдым, бәрін шақырдым. Бүкіл жын пері, албастылар. Бірақ жаңа ішкілікке салынған, қазір жақында басын жаза алмай, қазір бас ауыр, бір жер ауырып, бас ауыру, көт ауруларға айтарым. Мен енді ондай фильтр жасай алмаймын. Ашық қой, енді бейне арна ашық. Бұл жерде жауапкершілік өздеріңізде. Мен шебер ретінде, елші ретінде менің ниетім түзу. Мен қазір отана, суана, жер ана, ауана, бүкіл үш әлемдегі Тәңір ием апа, ерлі қалған барлықтарыңыздан, ата-баба рухтарынан көмек сұраймын. Сіздерден күш қуат сұраймын. Мені көріп отқан әр адам, әр пенде, әр жан, тірі жан өз тағдыр жолында өз несібе берекесін алсын деп сұранам. Ал арам, жаман оймен кіргендер, тазаланамын деп дуа сиқыр жасағандар, ысытпа суытпа жасап, тек зиянкеш дуа кештер ғана емес, жаман арам ойды сондай пенделер, жауапкершілік өздеріңіз мойындарыңызда. Сол 3 минут болды. Ескерту. Енді амалды бастаймыз. Қасиетті ата-баба даңқы, ата-бабаның рухымен бастадым. О, пірім. Ішіңізден отқа қарап, ішіңізден қандай сұрауларыңыз бар? Ауруымнан айықтыршы, тіл көзден аман етші. Үйсіз жүргендер, қандай арман тілектеріңіз бар? Баспаналы болғым келеді, салтан, үйлі жайлы болғым келеді, өз үйімде, өз отанымда, жиренше шешен сияқты өз үйім, өлең төсегім болып жатқым келеді. Мына жерде ұрлығы тірліктер бар екен. Тіл көз. Бірдеме алған екенсіз, жаман нәрсе, сыйлық. Бір гүл сыйлаған екен жақын арада біреулерге, сол гүлменен бірдеме жаман энергетика. Не армандайсыздар? Ұлды бөпелі болу, күйеуге тигім келеді, отбасы болғым келеді, ер азаматтар, ес-түссіз үйленгім келеді, жұмысым оңынан болсын, жолым ашылсын. Қандай арман тілектеріңіз бар? Отқа қарап, іштеріңізден тілеп отырыңыздар. Сұрағанға береді, сұрамағанға не береді? Аяқта біреу андай көшеден чекен ба бірдеме жепті, ашып кеткен. Көбінде тіл көз, көбінде. Жүрекке жасаған, айтып отырмын ғой мына жақта андай. Жігітімді қайтарып берші, байымды қайтарып берші деп.
Қанша айтам, дуа сиқырмен айланыспаңдар. Өздерің 2 есе емес, миллион есе жауап бересіңдер. Енді біреуінің жазасын алыпты. Ха-ха-ха. Құдайдан қашып кете алмаймын дейтіндер жазасын алып жатыр, алады. Ақымақтар-ай. Анау исламистердің жамиіне барып, анау неме андай 4 мұнаралы үйіне барып әр бәле тыңдайсыздар. Ойбай, о дүниеде жауап береді деп. Ешқандай да о дүниеде ешкім жауап бермейді. Осы әлемде, осы жарық дүниеде жауап бересің деп. Біреуден 5 тиын алдың ба, 5 тиынмен жауап бересің. Біреудің жанын алдың ба, жаныңмен жауап бересің. Жұртыма. Мына жерде баяғыдаша арқадан ұратын еді да, баяғыда. Қазір аямай беттен алып төстен шауып жатыр. Ұрлықы тірліктер өте көп. Тауып алдым ба? Ұрлықы тірліктер өте көп. Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Аяқта жеңілденіп қалыптыр, Құдай қаласа. Кәдімгі бүйтіп қармаққа іліп алған ғой. Ұрлап, сорып, мына жақта. Оның бәрін салтан өртеп тастады. Сұраған. Маған бұрын ағана бірден жол ашылды. Мен ойладым, қазір отырам ба 2-3 сағат деп. Мына жақта көрген білгендер. Наңғырсаш, әдемілеп тұрып тағы неге іліндіріп қойыпты. Тіл көз ғой енді бұл жерде. Атыс налет. Бұрын ағаны жазасы өзін иесін табады, жазасын алады. Мына жерде аларды қазір алып тастайық. Екінші контрольный тағы жуып шайық. Тиктокқа білмеймін енді қанша салым, сонша салым. Егер толық нұсқа көрем десеңіздер, ютубқа өтесіздер енді. Контрольный. Қазақша контрольный қалай? Аяғына шейін енді. Аяғына шейін. Парым. Қасиетті тағбарлықтары жер ана, су ана, отаны, хауаны, жауынан жалбарына өздерінен дуа сиқырлар, албастылар, сүлімдіктер, дивалар, жындар, перілер, дуакештер, күндестер, көреалмаушылар, тіл көзден байланысатындар, ысытпа суытпа жасайтындар, молада оқитындар, үйде түйіншекке оқитындар, сыбырлайтындар, аруақтардың мазасын алатындар, тылсым әлеммен айланысатындар, дуа сиқырларын бәрін ұлы күштерге тапсырдым. Ол қасиетті ұлы күштер Тәңірем оңай байырып өздерін реттей көрді, өздерін әділ шешім бере көрді. Айтқан, сұраған. Деуге жақында жасаған екен. Айтудан бір сыйлық па, бірдеме сыйлаған. Жақсы емес анау нәрсе. Бүйтіп мә деп қолдарыңызға берген.
Онсыз шын көңіл ниетпенен оны алғансың. Көріп отқан көрерменім аңсаған армандарына біліп білмей істеген күнәлар болса кешіре барар тұрар жолдары ашылсын, арман тілектеріне қолдарын жеткізсін. Қайғы мұң қасірет кесапаттардан айыра көріңдер, ауруларына шипа беріңдер. Дуа сиқыр тіл көз жаман пәлекеттерін әулеттен келатқан бүкіл шетіне еген қашын кеткен боздақтар, өлім жітімдер азайып өсіп өнсін, бақтарын ашылсын, жолдары ашылсын. Өмін таңырлы Құдай, өмін таңырлы Құдай. Жартылай болып қалғансыздар да, аяғына шейін бірдемеге жете алмай жатсыздар. Жұмысыңыз оңалады, бірақ жартылай. Бір жаққа барасыз, бірдеме бітіресіз, бірақ жартылай. Толығымен бітпей жатыр да. Соны енді аяғына шейін бітіреміз. Жалғыздыққа жасаған олға түсіп жатыр. Бір өз қап кетсін, тегін таппасын, оның бәрі түсіп жатыр. Олар Құдай емес, олар ұлы күштер емес, сіздің тағдырыңызбен ойнайды. Олар тек андай нелер, қалай көмекшілер. Оларға керісінше жау дұшпанымызға алғыс білдіруіміз керек. Неге? Өйткені біз солар арқылы өзіміздің кім екенімізді білеміз, өзіміздің қандай екенімізді білеміз. Адам тұлға ретінде қалыптасуға сондай жайттарды жібереді. Дұрыс көрінбей жатса. Іштеріңіз толып қалған ғой мына жерде ше. Іштеріңіз толып қалған, ыза, кек, өксік, күйік. Тұзға шомылыңыздар, біткеннен кейін аяқ қолдарыңызды ванна, душ болса душқа түсіп алыңыздар. Әулеттік шырақ жақсы жұмыс істеп тұр. Айтып тұрмын, аяғына шейін емес. Өсектер, өтірік алаяқтар, зұлымдар, ауыртпалықтар, кесапаттар, кер-соғарлар, ашкөздер, іштарлар, күндестер, тірілер, көзділер. Бәрін бір Құдайға салдым, бір Құдайға тапсырдым. Айтқан, сұраған. Ұрпақтарыңыз өздеріңді жолға сала қойыңыздар. Кімге көмек керек, аян беріңіздер, жол көрсетіңіздер. Ұрпақтарыңыз өз жолын, өз тағдыр жолына түссін. Өмін таңырлы Құдай, өмін.
нема денсаулықтарыңыз бар ма әйтеуір аяқты жаңағы бірінші күшті болды. Аяғына шейін бітіру керек та астартын қалмай кеткей бер. Bir iki. Git böyle git. Alas. Жақсылықта қалас, жамандықта қалас. Жаңайды бәрі оннан. Бәрі өз ретімен болсын. Түрлі көз, бәле жала, дуа сиқыр. Жаманшылықтың бәрін ұлы күштерге тапсырдым. Құдайға салдым, Құдайға тапсырдым. Оп, бәрекелді. Çürekке көбін деп көбінде тіл көз әшенен болмашы нәрсе. Тіл көз мынаны енді өзім жинадым, аяқтадым. Апаратын жерге апарып, тастайтын жеріне тастаймын. Қазір біткеннен кейін беті қолдарын жуып, тұзға жуынып, шайынып, кейін беретіндеріңізді беріп, салатындарын салып, жоққа жүйрік жүрмейді дейді, бірақ міндетті түрде игі іс жасаңыздар. Міндетті түрде ақшалай болмаса, аң құсқа болмаса бір жетім көрсең жебей жүр дейді. Қазынан аяқтаймын. Сол игіліктеріңізге жаңа ана ютубта салып едім. Жақсылықтар маусымы ашылады деп. Қыстың күні болса да, шын мәнінде де жақсылықтар легі, жақсылықтар маусымы, жақсылықтардың нышаны көп болсын. Біріншіден ол жақсылықты сіз өзіңіз жасайсыз. Біреуден көмек күтпеп, біреуден бірдеме сұрап, біреуден ниет етпей қойыңыздар, дәм етпей қойыңыздар. Өздеріңіз жақсылық жасауға ұмтылыңыздар. Сол кезде 10 есе, 100 есе өзіңізге жақсы болып қайтады. Сонда осындай жақсы сармен аман есен болып тұрыңыздар.